Шоколадты ертеміз. Ертетін ыдысымыз құрғақ болу керек. Жақсылап сүртіп тазалап алыңыздар. Бір тамшы су қалмасын. Ыдыстарыңыз, қасықтарыңыз құрғақ болу керек шоколадпен жұмыс жасағанда. Негізі рецепт бойынша шоколадтарды граммдап весімен өлшеп қосады. 60 грамм итальянский шоколадқа мысалы 100 грамм Калетта российский шоколадын қосасыздар. Мен бірақ уыстап алып жасаймын. Қалай жасасаңыздар да шатаспайсыздар. Мысалы мен қазір 3 уыс итальянский шоколад қосамын да, оған российский шоколадтан 5 уыс қосам. Солай российский шоколадты итальянский шоколадтан сәл көбірек қосамын. Сол кезде жұмыс істейтін шоколадтарыңыз формасын жақсы ұстайтын болады. Жаз мезгілінде де еріп кетпей, өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Сонымен қоса, итальянский шоколадтарыңызға экономда болады. Бірақ клиентке сіздер российский шоколад қосатындарыңызды айтпайсыздар. Колебаутпен істесеңіздер, бельгийский шоколад дейсіздер, итальянский шоколадпен айкаммен істейтін болсаңыздар, айкам деп айтасыздар. Құрғақ қасықпен бір араластырып аламыз. Видеоны мен қысқартпай, сіздер толық көрсін деп, микроволновкаға салған уақыттарын да қимай жасадым. Үстіп түбін барлығын бір араластырып алып, қайтадан 15 секундқа микроволновкаға саласыздар. Осындай қатты шоколадты ерткен кезде 15-15 секундтан 4 рет салып, 1 минутта ертіп аласыздар шоколадты. Ал алдын жұмыс істелген шоколад қайтып қатады ғой, сондай болса, уже 30 секундта ериді. 15-15 секунд сайын алып араластырып тұрыңыздар. Ұзақ сақтап қойсаңыздар, шоколадтарыңыз ысып кетсе, жұмыс істеуге жарамай, формасын сақтамай қалады. Ол шоколадты жалпы темперированиясы туралы видео сіздерге жіберемін. Сол жерде анығырақ түсіндірілген. Не себепті біз Калетта российский шоколад қосатынымыз, не себепті қатты ысытып жібермеуіміз керектігі барлығы айтылған. Міне, ары қарай тағы 15 секундқа салып, осылай ерте бересіздер. Міне, аламыз да тағы да араластырып 4-ші рет саласыздар. 4-ші рет салғаннан кейін алғанда уже жұмыс жасайтын